Хамиге сәлем, бұл күнде лайк подкасты. Нәубеттегі саны бүгінгі мейманы социал тармақларда доктор Перизат атымен белгілі болған, яғни менің адашым Перизат Ержанова мейманда. Хош келіпсіз. Хош көрдік. Хамиге ассалаумалейкум. Адаспасам, ажапа өзіңіз жақында босандыңыз. Сезімлер қандай болды? Нешінші перзентіңізді босандыңыз? Сезімдер жақсы, себебі мен үшінші перзентімді босандым. 10 жыл дегенде үшінші хамидарлықты күтілген, режелі, ұзақ күткен десем де болады. Себебі оқу, жұмыс, тұрмыс, жеке рауажлану со тарауға қайып түсіндіре алсам екен. Жұмыс деп, оған ытыбар бермей қалдым баяқ. Ытыбар берсем де, Алланың қалеуі болады, бірақ бәрібір мен сабырменен күттім, жақында қызыл болдым. Үшінші перзентіңіз? Үшінші перзентім. Ең бірінші перзентіңізге жүкілі болғанда қандай сезімлер болды? Ал 10 жылдан кейінгі күтілген перзент қандай болды? Бұл жыдайым бақытлы демлер десем де болады, себебі бірінші перзентімде қыз бала, осы ортада ұл балам бар. 10 жыл күткен хамидарлығымда қыз бала. Қатты мен бақытлы болдым, себебі біріншісінде де енді ана болу сезімі бәрібір жүкілі болған хаял түсінеді бұны, өзінің денесінде жас нәрестенің рауажланып жатқанын сезіну, біргелікте сөйлесу, сол бақытлы демлерді сезіну жүдайым бір ана бақыты бәрібір басқаша. Бірақ менде ешқандай токсикоз, хамидарлықта қиыншылықтар болмады десем де болады. Қандай жақсы. Себебі мен негедір ұлма мен жұмыс барысында да оқуды бітіріп келген кезімде де бірінші хамидарлығыма студент кезімде хамидар болғаманда мен тек қана жаңа тұрмысқа оқып жүріп, студент болып жүріп, тұрмыс құрған уақытында азырақ сол моментлерде қиналғанмын. Лекін ұлыма хамидар болып, хамидардың токсикозы, ямаса бір ауру болып, еш неден қиналмағанмын. Хамидарлық уақытым жақсы өткен. Әлбетте. Қазір ықыласменділеріміздің арасында танып отырған, танымай отырған да ықыласменділеріміз бар. Перизат Ержанова сол неше бір саламат перзентлердің дүнияға келуіне себепші болып келтірген гинеколог, шпакер. Әлбетте. Біздің менталитетімізде сондай бір нәрсе бар да. Перзент дүнияға келтіргеннен кейін сол үйге оң болсын, бау-берік болсын деп көп қонақлар барады. 40-ның ішінде. Негізі 40 күн шіледе болу керек қой, ал біздерде ол ұстанымға қарамайды. Сізде қандай болды? Енді негізі врач сипатында, жақында босанған хаял сипатында толық малумат берсеңіз. Дұрыс, бірінші перзентім 14 жасқа шықты, 14, екінші перзентім 10 жас, үшінші перзентім 3 айлық қазір. Енді 14 жылдың ар жағыменен қазіргі жылды салыстырғанда бәрібір парқ болады. Себебі біріншісінде албырайсаң, бәрібір күтім болмады десем болады. Біріншісінде себебі мен жас келінсіз жас келінмен, оны білмеймін, себебі больницадан шығып келген кезде де үйдің жұмысларына араласып кеттік, операция болып босандым да біріншісінде де. Сол кезде де ол әйел адам күтініп жату керек екен. Жаңағы не дейді, оранып деп ондай зат болмаған менде ұлыма. Қараң, қазір біздердің менталитетіміздегі, біздердің санамызға сіңіп қалған сол бір нәрсе, мен де сізге қосылып отырман да, жас келін болғансыз ол кезде. Сонда жас келін уақытында негізі қарану керек қой. Ал біздердің ойымызда болса басқаша санада, ол сананың келіп шығу неде? Меніңше, сол үлкен жастағы адамларда, қасымыздағы енелерімізде, аналарымызда деп ойлаймын. Солар нандай болуын керек деп, қалың киініп жүруін керек, қозғалмай, қимылдап кетпеуін керек дейді ғой, сол затларға, сол ұстанымға қатты ұстаныммен қараса, меніңше кейінгі жағы жақсы болар. Әлбетте, маған да өзім анам жатып демал, өзіңе қаран деп айтты ғой. Бәрібір сен жас келіншек болғаннан кейін энергияң тасып тұрады. Хамизатты істеп кете бересің. Бір жағынан ұяласаң, жата бере алмайсаң таза келін болғаннан кейін. Бір жағынан хамидарлыққа таярлану керек бәрібір. Хамидар болып, хамидарлық дәуірлерін жақсы өткізіп, туғаннан кейінгі дәуірге де жақсылап таярлану керек. Себебі 40 күн құрдан құр айтып қойған жоқ қой, шіле дәуірі, қарану керек, өзіңе де балаға да
Біздердің уағымызда енді ол кезде интернет жоқ, бар болса да қарамағанбыз ба, ол затларды білмегенбіз. Қазір интернетті ашып жіберсең, hamma зат тайын тұрды. Туғаннан соң қандай күтім керек саған, туған кезде қандай, қайтып қаранасаң. Қазір қуанышлы жағдай, блогер врачларымыз көбейіп жатырды қазір, шпакерлер. Қарасаң, интернетті ашсаң, таяр мағлұматлар бар. Саған қарақалпақ тілінде, түсінікті тілде айтады. Мысалға, мен өзім блог жүргізіп жатырғаныма да 1,5 жыл болды. Көпшілік әйелдерден жақсы отзывлар аламын. Себебі рахмет, көшеде жүрсең, мынау доктор Перизат қой дейді, ер адамларға шекем айтады да, мен қатты қуанамын. Себебі әйел адам hamma затты күйеуге жеткізе алмайды, өмірлік жолдасына, енелерге. Уже біздердің историяларымызды көрген ене, өмірлік жолдасы, күйеуі, келін бәрі біргелікте көрсе, толық сол әйелге қосымша жәрдем бере алады. Олардың медициналық сауаты артады бір жағынан да. Сіздердің подкастыңызда да Гүлай Мәметованы көрдім, мен жүргізіп жатырмын, және роддомда істейтін гинекологлар жүргізіп жатырды. Мен қатты қуанамын, себебі аналарымыз сауатлы болса, біздердің келешегіміз болған перзенттеріміз сауатлы болады, дені сау болады да. Мен қатты қуанамын. Қырғында шілде дәуірінде әлбетте қарану керек, жылды сақлану керек. Жылды сақлану дегенде оранып, hamma жерді жуынбай, біздерде сондай түсінік бар ғой, орана беру керек, қатты қабызланып, оранып, көшеден шықпай деп, үйден шықпай. Олан бір әйел адамға тәсір етеді, депрессия бір жағынан да. Мен өзімде ол біріншісінде де, мен даже сол больницадан шығып келген күні шомылып, сразу үйім салқын болғанына қарамастан өзім суды жылытып, больницада сразу келе салып шомылдым. Сол кезде маған енем бақырды, мен еле есімде. Туған қатын, жаңа туып келген қатыннан шомылам екен, аязлап қалсаң не қыласаң деп маған бақырды да. Сөйтіп мен еш нәрсе қылмайды, себебі өзім кеулім сергек, еш заттанам, гумалланбадым. Бірақ мен сол кезде хайран қаламын, растанам да, себебі ешкім көмектескенім жоқ маған. Мен ол жерде мысалға туып келген әйеліме миым айланып жығылып қалуыма мүмкін, банямыз сыртта ол уақытта да. Сонда да келе салып үйге таза болып кірейін роддомнан келгеннен кейін деген ойымда ой бар да. Сөйтіп шомылып, сразу үйге кіріп, келіп затларым жайғастырып шомылып алғанмын. Бірақ мен сол кезде бәрібір аязлап қалып, ямаса аяғым ауырып, я белім ауырып қалып, я басым ауырып қалып, ондай жағдайлар болмаған да. Үйім жылы еді ғой енді, бірақ сентябрь айында босандым. Октябрь айында больницадан шығып келдік үйге. Кейін сразу оқуға кетіп қалдым мен. 40-ның ішінде жүріп оқуға шақырды мені студенттерім. Сразу оқуда жүріп 40-дан шықтым. Нешінші басқышыңыз? Бірінші туымда. Ал енді үшінші туымда қазіргі. Бұл да жүда жақсы, режелі түрде қаралдым. Себебі бұл үшінші перзентімді ерте туып қою болды да, менде шала. Себебі 7 айлық хамиледар уақытынан бұрын су кетті. Себебі су кету процесі боламан дегенше жұмыста жүрдім. Жұмыста отырған пайтымда менен су кетіп басылады. Содан кейін мен больницада жатуға мәжбүр болдым. Тыныш, күтімде жатуың керексең деп айтты маған. Бір аптедей больницада жаттым, рұқсат сұрап шығып кеттім. Ертеңнен сразу толғақ күшейіп кетіп, операция жолымен үшінші перзентім дүниеге келді. 31 аптелік, 2 килограмм 300 грамм. Қазір денсаулығы жақсы? Шүкір жақсы, бірақ бәрібір шала бала бағу азырақ қиыншылық тудырды маған. Себебі үлкен баламды, қызымды 4 кило 200, ортаншымды 4 кило 200, ірі бүфе өсіріп көргеннен кейін ана бүфе маған дым екі езі кішкентай ғой, кішкентай болып, кішкентай бүфе ұстап албыраушылған болды бір жағынан. Себебі оны шала болған үшін біздер Шымбайға қайтпадым, Нөкіс қаласында босандым, һәм Нөкісте болдым. Себебі бала күтімі үшін арнаулы шпакер, арнаулы медсестра үйімізге келіп балама қарап берді. Себебі шала бүпе бәрібір арнаулы күтімді талап етеді екен. Соның үшін Нөкіс қаласында үйімізде болдық. Бала 40 күн шілде дәуірінде жақсы қарандым, өзіме келдім десем де болады. Әлбетте. Қазір айтып отырсыз ғой, үшінші перзентім шала дүнияға келді деп. Негізі көп қыз келіншектер сол шала перзент дүнияға келтірсін, былай саламат перзент дүнияға келтірсін, 9 айын толтырып, 1 жыл декретте қаранып, сондай іс-илажларды
өзінде өткереді да, ал сізде қазір 3 айлық деп жатырсыз. Ооба. Өзі сондай бір энергиямен социал тармақтарда бақылап отырмыз, жұмыстасыз, қазір біздің подкастымыздасыз. Қазір бағыңызға кім қарап жатыр? Қазір үйде сол 40 күн давамында маған өзімнің анам жәрдемдесті. Себебі бәрібір енді ол айтып отпан ғой, шала бөпе болғаннан кейін өзім ол нянкаға сенбедім бір жағынан. Үйге келгеннен кейін бәрібір сен мен анамды өзімнің үйімде сақлап отыра бермеймін мысалға да, өзінің оның тұрмысы бар, папама қарау керек, әкеме, үйдің келін бар, бала бар. Соның үшін ол үйге келіп өмірлік жолдасымның үйіне келгеннен кейін бәрібір нянка керек болды маған. Себебі операция болып босандым бір жағынан, шала бөпе және 10 жылдан бері баладан шығысып кеткенмен бір жағынан бәрібір. Және де ноябрь айында келсем, декабрь айында біздерге УЗИден выездной цикл деп айтылады, шөкелместірілген оқу процесі болды. Ташкенттен профессорымыз Надира Нұрабыллаевна келді. Мен қатты сода оқығым келетін еді, себебі 5 жылда бірінші мәрте келуді ол оқудың біздерге Нүкіс қаласына. Қаттыға мен сол оқудан қалғым келген жоқ, себебі біздерге керекті информациялар, білімлер айтылады ол жерде. Мен оқу болса қатты қуанаман, себебі әр оқуға барсам өзімде білмей қалған, қызықтырып жүрген моментлер, процесслер оқу барысында үйренесің. Себебі кітапта жоқ оқиғалар болады бір уақытларда. Ысыжамыз ғой әмеміз. Соның үшін әр оқуға барғанда бір-екі болса да мен өзіме жаңалық арттырамын, таза білім аламын. Соны сіз 1 айлық шала бөпеңізді тастап оқуға кеттіңіз ба? Ауа, сол сразу историяма қойдым. Маған бала қарайтын не керек деп. Көмекші керек. Көмекші керек, һәм стажы болу керек деген мәністе да. Енді себебі бәрібір ана болған әйел адам балаға жақсылап қарай алады. Қазір толығымен сенесіз ба оған? Әлбетте сенемін, себебі ол келіншек өзімнен жақсы қарады десем болады. Себебі өзінің 1 жасар баласы бар екен. Сондай телефон қылды, мен үйде отырпан, бала күтімінде, балама қарайтын адам бар. Мен сіздің балаңызға қарап берсем бола ма деп звонок етті. Сөйтіп мен баламды, қызымды тастап кететін едім. Сразу 3 сағатқа оқуға барып келетін едім. Қазір жақсы болды, үйіңнен такси звонок етсең, үйіңнен оқу орнына дейін әкеп тастайды, оқудан шығып сразу үйіңе әкеп тастайды. Соның үшін еш мен жолдан, оқудан қиналмадым. Бөпеме жақсы, балама жақсы қарады. Содан кейін 1 ай оқып білім алып алдым. Қандай жақсы. Әлбетте. Қайырлы оқу болсын. Рахмет. 1,5 жылдан бері блог жүргізіп жатырмын деп жатырсыз ғой, доктор сыпатында. Қаяқтан келді бұл идея, яки кім себепші болды? Бұның тарихы ұзын. Себебі мен Шаңырақ поликлиникасында пренатолог болып істейтін едім. Пренатолог деген бұл скрининг УЗИ түсіреді. Себебі хамиледар аяларды Шымбай қаласындағы хамиледар, есапқа отырған хамиледар аялардың хамиледарлығын анықтау, оны жаңағы уақытында есапқа отырады ғой, сол кезде скрининг УЗИге түсіру бойынша жұмсалып баратын едім. Сөйтіп бір күндері маған өмірлік жолдасым айтты, келешекте уже емдеуханалар платный услуг болып кетеді, сұғырта болып кетеді. Қазір рауажланған мемлекеттердің бәрінде сұғырта болып жатырды. Сен ертелеу басла, клиникада жұмыс істе, мен сені қолдап қуатлаймын. Өзіңе блог жүргіз, өзіңді перизат екеніңді таныт, рауажлан деп айтты да. Мен оған ол айтқан кезде маған бір ол түсінбеген английский сөйлеп жатқандай болды бір жағынан. Олыма өзара түсініспей жүрдік бір жағынан. Неге ол мені рауажланып жатыр? Әбененде өзімнің жұмысымда істеп жүрпен ғой деген сұрауларым қинады, түсінбеушіліктерім болды. Ұрсам келіп шықты керек болса. Мен себебі зона комфорта деген болады да, һәм істеп жүрген жұмысымызда көлігіп жұмыс істеп жүре береміз бір жағынан да. Ешкім тимесе екен маған деген мәністе да. Кейін ол бәрібір менің айтқаным болады деді. Себебі енді бәрібір Шаңырақта ер азаматтың, өмірлік жолдасыңыздың айтқан қыласыз ғой. Сол тыныш болса, сіз тыныш боласыз бір жағынан. Сөйтпей яқшы деп күйеуімнің айтқанын қылып, блог жүргізіп, частный клиникаға өттім жұмысқа. Қандай жақсы, қандай бақытлысыз сіз. Себебі көп аял қызлардың сол өмірлік жолдастары қарсылық қылады. Социал тармақтарда өзін көрсетуді, жұмысын көрсетуді, шаңырағын көрсетуді. Қатты албыраушылық болды. Бірінші басталған кезде растанам
деп бірден жаңағы блогерлердің өмірін телефоннан көріп жатсаң нәрсе инстаграм деген затқа қызықпайтын едім, түсінбейтін едім да. Өзім сол клиникаға өтіп инстаграмда рауажану керек екенін түсіндім. Бір күндері мені ол тренинг оқуларға апарды күйеуім. Сөйтіп тренингға апарған кезде жаңа ол реклама қылу керек, өзіңді брендіңді рауажландыру керек, пациентке керекті мағлұматларды беру керек деп айтып жатырды ғой. Енді мен өзінің бизнесіне рауажланған инсайтларды айтып жатырды. Ол кезде де босатылар маған неге керек, врач адамға, шпакерге не реклама, қақтағынбай мені тренингларға әкеледі, оны кітап оқам жақсы еді деп, ана тренинг өзі жаңа оқуға 3 миллион төлеген да, өмірлік жолдасым. Сіз қасыңыздағы өмірлік жол бірге сен шаңырақта ерлі зайып тең рауажану керек деп үйрететкен. Маған тренингтердің ұнайтын дәрепі сол қаттыға менің рауажануыма да себеп болған. Сөйтіп себебі өмірлік жолдасым бір затларды айтып кетсе, маған ол ертек айтып отырғандай болып түйілетін еді да баста. Мына не зат айтып жатыр, себебі мен ол білімдерге таяр емес едім. Мен өзім жөнелісім шпакерлік бойынша кеткенмен. Кейін сөйтіп жаңағы тренингде отырсақ босатылады, маған не айтып жатырды, не керексі бар деп түсінбей отырдым баста. Кейін платный услуг, мен сол кезде тренингнің пұлларын ойлап отырдым арасында. Қатты бір өзім ұяламанам, енді ойласам. Осы оқуларға да ақша төлеп, білетін затларды айтып жатырды, не керексі бар деп ойладым бір жағынан. Сөйтіп кейін ол мені бесплатный тренингларға апарды, people тренингларға апарды, рауажлану, Ислам Пірімбетов, Сайдмұрат Давлатов, кейін Азамат Қайпанов, солардың тренингларына апарды мені. Сауда санат палатасында болатын еді. Қарасам, енді мен қазір 38 жастамын ғой. Жаңа өсіп келатқан жастар, мысалға 17-18 жастағы қызлар, 20 жастағы қызлар, үлкен апаларымыз медицина тарауында жүрген. Ол жерде енді тренингға келген адамдардың санын көріп, олардың беріп жатқан сорауларын көріп, қатты мен тәсірлендім, қатты қуандым, себебі мен рауажану жолында екен бір жағынан. Мен ойлайтын едім, шпакер адамға ондай бизнес тренингі керек емес деп ойлайтын едім да бір жағынан. Кейін сол тренингларға барып, бірінші people тренингларға, кейін пұлы тренингларға барып, өзімді рауажландыру керек екенін түсіндім бір жағынан. Қаттыға өмірлік жолдасыма рахмет айтаман. Маған айтаман да, сен мен түрткенің үшін рахмет, оятқаның үшін. Сен сондай идеялар бермегенде мен доктор Перизат бола алмас едім деймін да бір жағынан. Мен қазір басқаша сезімдермен отырмын, себебі өмірлік жолдасы үшін сонда инвестиция кірдіретұғын, өмірлік жолдас ер азаматлар қазір аз. Үлгі алса арзиды. Қазір доктор Перизат клиникасындасыз. Сол клиника өзіңіздің атыңызда ма, яки қандай да бір клиникада доктор Перизат болып жұмыс істеп жатырсыз ба? Қандай өзі? Біздерде бұл шаңырақлық здания, саламатлық орай клиникасы. Ең бірінші бұл медицинадан бетер өмірлік жолында өмірлік жолдасымен танысуыма себепші болған қайнапам менің. Сол қайнапам сол аптекада істейді. Сол аптекаға мен себебі тие берсін атамның дәрілерін алуға баратын едім. Сол кезде студент едім, бірінші курс па, екінші курс па. Бізде сол жерден аптекадан дәрі сатып алатын едік та. Сөйтіп сол кезде қайнапам мені көрген да, сөйтіп айтты маған, сен мединститутта оқып жатырсың, мен інімменен сөйлесіп көрсең ғой деді да маған. Сөйтіп мен айттым, енді мен бірінші екінші курс па, ол кезде мен тұрмысқа шығу хақында да ойламадым. Сөйтіп қайдым дедім мен, яғам демедім, яқшам демедім, көру керек екен дедім. Енді Алла тағала бір сүйеге бір ауа шашып тұрма білмеймін ғой енді. Сөйтіп сол жерден қайнапам себеплі өмірлік жолдасымменен танысып, сол жерге клиент болып барып, сол үйдің келіні болып кеттім бір жағынан. Сол клиникада қайнапам істейді, сол жерді басқарады, жүргізеді. Аптекасында фармацевтикада оқып жатырды. Мен ол жерде доктор Перизат болып жұмыс істеймін. Клиника менің атымда емес, мен тек қана сол жерде клиникада шпакер болып жұмыс істеймін. Әлбетте. Қазір күнде көп инсанлар жәмиетте материалдық жағдайға көп э'тибар береміз. Хамеміз де сол. Үй салу керек, үйді ремонтлау керек, машина алу керек, заманға сай киіну керек, әрқилы сыртқы факторлар. Бірақ өзіміздің денсаулығымызға көп инвестиция да кіргізбейміз. Инвестиция үшін ақша, қаржы ажыратпаймыз.
негізі сіздің алдыңызға көбінесе қандай инсанлар мұражатпен барады, қандай аурудағы инсанлар? Бұл әлбетте орынлы сұрау. Қаттыға менің да өзім мақсатым сол, себебі аналарымыздың денсаулығы жақсы болса, болашақ келешек перзентлеріміздің денсаулығы жақсы болады. Үйде аналарымыздың денсаулығы болса, жәмиет жақсы рауажланады. Үйде ананың денсаулығы болса, балалардың, өмірлік жолдасының, үйдегі адамдардың денсаулығы жақсы болады. Көбінше мен айтар едім, растанам сіздің айтқаныңыз дұрыс. Себебі қазіргі тұрмысқа шығайын деп жатқан қыздарымыз материалдық жаққа әтібар береді. Оның жаңа лав сторийі, шашын істетуі, қайсы ресторанда тойының өтуі, қандай көйлек киюі мысалға да. Мен ойлаймын да, себебі ерлі зайып болашақ ата-ана сол жауапкершілікті өз мойнына алу керек та. Себебі режелі түрде медициналық көріктен өтіп, керекті анализдерін тапсырып, керекті витаминдерді ішіп, мысалға ата-ана болу үшін режелі 3 ай давамында мысалы фолиевый кислота, омега-3, витамин D3 ішіп жүру керек. Күйеуде, болашақ келіншегі де. Сонда денсау бала дүниеға келеді да. Себебі ата-ананың денсаулығы жақсы болса, баланың да денсаулығы жақсы болады. Мен соның үшін көп историяларымда да айтаман, режелі хамидарлық деп көп айтаман. Сол материалдық өзінің услугларына ажыратқан пұлларды денсаулыққа ажыратса екен, бірінші 10%-ін, қалған 80%-ін жетіп атырыпты. Тойына да, киіміне де, басқа затына да бәріне жетеді. Себебі өзі бір қымбат дәрілер емес, жаңа фолат кислота, жаңағы айтып отырпан ғой, D3, омега-3, Q2 бірге жеп жүрсе, мақсатке муафық болады. Қаттыға жақсы, себебі керекті анализдерін тапсырса, мысалға қазір УЗИге барған кезде де скрининг УЗИ деп айтады, бала жаңағы рауажланбай қалған хамнедарлық деп айтады. Не үшін балам рауажланбай қалды деп бірінші күйеу келеді маған сұрап, не УЗИге келген кезде неге ондай болды, жаңа әйел деп жылап отырады да, балаң шөгіп қапты деп айтсаң, қатты бір ауыр жағдай айтасың ғой бәрібір. Сол кезде бірінші күйеу неге ондай болып қалды дейді да сразу. Ау енді уақытында емленбесе, уақытында керекті дәрілерді ішпесе, торш инфекциясы болса, уже сол балада науқаслығы үшін баланың жүрегі ұрмай қалады. Біздегі оқуларда да үйретеді, рауажланбаған хамнедарлықты УЗИде анықладыңыз ба, демек ол баланың бір жерінде дефект бар. Бәрібір қан айлану системасында я болмаса өсіп рауажлануында кемшілік болады. Соның үшін бала көтере алмай жүрегі тоқтап қалады. Замерший береміз. Яғни рауажланбаған хамне келіп шығады да. Соның үшін азиз болашақ аналарымыз, енді тұрмысқа шығайын деп отырған, тұрмысқа таярланып жүрген қызларымызға маслихат беріп кетер едім. Материалдық жағдайға емес, бірінші денсаулыққа әтібар беріп алуды маслихат берер едім. Арыз етуім сода көбінше келген уақытта да сол бірінші деп тұрмыс құрған келіншектерім хамнедарлығын анықтауға келген кезде қатты қуанады, хамнедар екенлігін біліп. Бірақ бір келіншектерден сұраймын, не қылдың, тұрмысқа шығатын кезде таярландың ба, дәрілерді іштің ба деп айтады ғой. Ауа уколдарын алдым, мына дәрілерді жедім деп айтады. Сол кезде мен қатты қуанамын. Молодец, олмада. Бір қуанышлы жағдай ол. Себебі ол ана болашақ перзентіне бейпаруа емес. Себебі өзі таярланған. Бұл қандай жағдайларда, бұл ұзатылып кететін қызларда болады. Көбінше режелі ұзатылатын күнін біледі, қашан тұрмысқа шығатын біледі, содан кейін режелі хамнедарға таярланып, өзі таярланып дәрілерін жеп жүреді. Енді қазір заманымыз рауажланып жатыр ғой, һәме процесстер сондайға келді қазір. Қазір құрдан құр ап қашу дегенлер тоқтатылды. Ата-анасының разылығыменен ата-анасына көрсетеді, қызды баланы танысады, күнін белгілейді, хәттегі ресторанларды белгілейді. Сондай хамнедарлыққа да сөйтіп режелі таярланса, жүдайым жақсы болады. Әлбетте. Медицина тарауы бәрібір ең ауыр һәм үлкен жауапкершілік талап ететін тарау. Себебі сонша инсанлардың өмірі, қандай да бір бөлегі сіздің қолыңызда болады да. Ең бірінші сол УЗИге түсірген хаялыңыздағы жағдай қандай болды? Ең бірінші УЗИ қыласыз ғой, мәселен біздер УЗИ процесслерін сол социалдық тармақтарда көргенімізде, өздеріміз көрінуге барған кезімізде бір қап-қара болып тұрады ғой. Түсінбесең, енді бәрібір оқыған адамлар түсінеді. Ең бірінші көріктен өткерген УЗИ процесс қандай болды сізде? Қатты қуанышлы жағдай деп айта аламын, себебі мен албырамадыңыз?
себебі мен қатты қуанамын, себебі хамиледар хаялға хамиледар екенлігін айтсам жаңа хаял қуанып кетеді ғой, эмоция жұғады да біреуге, прям мындай қайтіп түсіндірсем екен, мен өзім историяларымда да айтамын, жаңағы УЗИге хамиледар уақытында келіп УЗИге түсіп кеткен келіншектеріме спираль салдыруға келеді, көрінуге келеді, маслихат алуға келеді. Сол кезде айтамын да, сілердің энергияңыз шыққан маған деймін да, себебі жаңағы қуанышын, бала қыз екенін айтып, хамиледар екенін айтқан кезде құшақласамыз, құшақласып құтылқылаймын, мен сіз хамиледарсыз, опатай бөпе деп айтамын мысалға да. Сол кезде бәрібір энергия жұғымлы, қаттыға біздердің социал тармақларымызда қаттыға неге историяға да қойдық, бір хамиледар аялымыз келді, хамиледар екенін білмейді өзі, УЗИге келіп түскен уақытта, құтылқылаймыз, сіз хамиледар екенсіз, міне бөпетай десем, жылап жіберді да, жаңағы келіншек қатты жылап жіберді. Ау, неге жылайсыз десем, маған осыдан жаңағы көтермесең үйіңе кете бер, екіқабат болмасаң үйіңе кете бер деп айтты. Құдай маған қарасты, менің көз жастарымды көрді деп жаңа хаял жылады да, мен жылап жібердім да енді жаңа жерде. Ау, неге десем, сол болмай жатыр еді деді да. Даже har ай уже жаңағы хамиледарды күтуден шаршаған ол әйел. Уже өзінің хамиледар екенін білмейді. Жол жөнекей, ол районда тұратын келіншек, Шымбайға төркініне қыдырып келе жатырған екен. Бір анықлатайыншы, бір ауруым болса емлетейін деп көрінуге келген да. Тосаттан социал тармақта көрейін деп келді. Сөйтіп қарасақ, хамиледар екенін анықладық та. Қатты қуанып кетті. Сол біздердің жаңағы историяларымызда да қатты жалланған рилс деп айтсам болады. Қатты қуанды әйелдер, көп адамдар не болған, неге жылап жатырыпты деп жазды да. Енді кейін біздер қойдық, хамиледар екенін анықладық. Соң үшін менің өзі есімде қаларлық жағдай болған, қатты мен де әйелмен қосылып жылағанмын сол кезде. Қалай ол мәселен, ол аялдың қолында тұрған зат емес қой, ол Алла Тағаланың берген несібесі, маңдайыңа жазғаны, үйінің ішінің енді осыдан болмаса кете бер деп айтқанына хайран қалып отырғаным ғой. Ондай жағдайлар көп болады ма? Ондай жағдайлар көп болады, себебі шарт қояды, осы жыл болмаса болмайды. Біздерде сразу бара салып хамиледар болу керек, әйелім сабырсыз күтеді, болмай жатыр деп айтып отпан ғой, бұл процеске даярлану керек. Ана да, күйеу де. Кейін және де айтатыным, айыпты іздейді да бізде еркек адамлар. Әйел адам бала туу керек, бала туып беру керек. Әйел адам неге қыз туа береді? Сол процесс, сол сұраулар менде көп болады. Календар көріп бересем бе, режия түзіп бересем бе, егіз хамиледар бола жағым, егізге сіз режи түзіп бере аласыз ба деп жаза бередім, звонок етіп сұрай береді да менен. Мен айтамын, өзім гинекологпан, сұрап айтамын, гинекологпан. Егер хамме зат менің қолымнан келгенде өзім егіз туып алар едім. Мысалға, біздерде мысалы өмірлік жолдасым дәрепте де егіз бар, өзім дәрепте де егіз бар. Бірақ Алла Тағалам бермесе пайдасы жоқ. Себебі мен қатты үмітленетінім, екі жақта да бар ғой, бәрі демек мен егіз туаман, мен егіз туа аламан деп ойлайтын едім өзімше. Қарасам, сөйтіп асиге кету болды ма, білмеймін, 10 жыл күтіп қалдым ғой енді растанам. Енді сен өзің врач болғанмен қолынан келмейтін жағдайларым болады. Әлбетте. Бәрінің түр-түрін, тексерулердің түр-түрі, Ташкентке де барып тексерулер, әммесі басымнан өткен. Себебі мен ұзақ хамиледарлыққа даярланып жүрген аялларды түсінемін. Себебі осы процесті, о жағдайды өзімнен өткізгенмен. Күту, har ай жаңа етеккірі келіп жатса, настроениең бұзылып кетеді. Күту, қаттыға не қылды болды ма деп өмірлік жолдасың, достың, қоңсың, ағайларың, танысың бәрі сұрай береді, не қылдың деп. Кейінде сұрамайтыннан болады да, мысалға да, уже сенің настроениең жоқлығынан, дұрыс жауап бермегеннен сұрамайтыннан болады. Содан кейін айтар едім, әйел адамның бала қыз туы әйел адамға байланысты емес, ер адамға байланысты. Сіз мысалға зүрәттен атызға неге жақсыз, мысалы алма еге жақсыз ба, сортылып, алмұрт еге жақсыз ба, орнына помидор ала алмайсыз. Қалеме. Нені ексеңіз, соны аласыз. Соның үшін бірінші нәубетте еркек адам емлену керек жақсылап, азықланып, витаминдерге тойынып, инфекциялардан тазаланып дегендей құласы. Одан кейін ана. Кейін және бір жағдайлар келеді, 3 қызым бар еді, мен қалай болмасын бала туым керек. Соған календар түзіп бересіз бе, соған таярланып жатыр едім мен дейді.
ал мен бала қылып бере алмаймын деп айтамын ғой. Мен не озат ондай неге күшке ие емеспін. Алла қыздан Алла береді, баланам Алла береді да. Соның үшін бәрібір сорасаң береді Алла. Түбінде әйтеуір ниетінде болсаң, соң әрекетінде болсаң, әрекетке берекет дейді ғой. Сондай жақсылап денсаулығыңды тікілеп, керекті уақытында витаминдерді жеп, ерлі зайып бірге емленсе, әлбетте Алла тағала олардың сұрағанын береді. Мен бұған сенемін. Әлбетте. 10 жыл дауамында күттіңіз. Емлендіңіз, жүрдіңіз, өзіңіз жұмыстасыз, гинекологсыз. Пациентлеріңіздің сенімі сізге сөніп кетпеді ме, мәселен? Сізге сеніп барады, өзі де 10 жылдан бері бала көтере алмай жатыр ғой, маған қандай жәрдем береді деген сөздер болды ма? Себебі атрапыңызда инсанлар бәрібір біледі, гап сөз болдым деп жатырсыз, қашан жаңалық бар ма, қашан көтересің деген. Бұл бұндай моментлер болды, бірақ сонда да мен бірақ өзіңіз көтермегенсіз ғой деген сұрақ болмады. Себебі мен өз блог жүргізгеніме 1,5 жыл болды дедім ғой. Бара салып, көп ұзамай, уже 1 жылдан кейін мен өзім хамиледар болдым ғой. Сол 6 айдың ішінде ма, жаңағыдай хамиледарлардың энергиясы жұқты ма, бір жағынан маған бір әуметлі жұмысқа келу десем болады. Bir жағынан Алла тағалам соған бақытлап, сол жерге барып, сол клиникада отырып, сол жерде хамиледарлармен жұмыс істегеннен кейін бәрібір сен нені қалесең, Алла да соны береді екен да. Бәрібір мысалға мен хамиледарлардың дені сау бала туылуын қаледім, режелі хамиледарлыққа таярлануын қаледім. Хаммесі режедегідей болды десе де болады, мен де өзімде. Себебі оларға да беріп отырған консультация, маслихатлер, емле ұсылары, дәрілерді өзімнен өткен, өзімде пайда берген емле ұсыларын қолданамын оларға жазып жатыр, мынау неге деп сұрайды ғой енді. Мен қызықсынады, не үшін дәрі беріп жатсаң, мына дәрі неге тәсір етеді, неше күнде тәсір етеді, точно тәсір етеді ме деген сұрауларым болады. Енді қай жерде де бір Алла, сен әрекетінде болсаң, емленсең, жақсы ниетте, жақсы күмәнда болсаң, әлбетте болады. Осы дәрілер өзімде өткен, өзіме салдырғанмын, осы затлар өзімде болды деп овуляция күнін есеплату, бәрін білгісі келе береді біздің аналарымыз да. Содан кейін өзімде өткен, өзімнің басымда сыналған, өткен емле ұсыларын айтамын оларға. Содан кейін мен қатты қуанамын, олма қуанышлы жағдайлар бәрі. Ең бірінші сол жұмысқа кіріп, нәубетшілікке тұрған уақытларыңызда көп қиын жағдайларды бастан өткерген екенсіз. Қуанышлы жағдайлар да болды. Жақсы босанып, сен атыңды қоямыз, перизаттай болсын деп ертіп, тудырған хаяларында ұмытасаң ғой. Кеше жақында да мен туып болып жұмысқа шықсам, бір келіншек келді, бірінші балам сіз босандырып едіңіз деп. Мысалға да, сөйтіп, сол кезде қалай, жақсы ма, бөпеңіз жақсы ма десем, ауа 4-ке шықты дейді. Арадан 4 жыл 5 жыл өтіп кеткен, қарап тұрсақ. Маған кеше болғандай да хами уақиялар, бәрібір. Енді мен өзі бір жылдай ақ істедім туу үйінде. Себебі біздер үлкен үйде тұрамыз. Үлкен үйдің жаңағы өзіне жараса жауапкершілігі бар. Себебі туу үйінде істесең, азында кіріп кеткеннен түнде де қалып кетуі мүмкін. Әйелге сен жауапкер болған үшін қалеген уақытында қапын жауып шығып кете алмайсың жұмыста да. Балаларым кішкентай, соның үшін туу үйінен босап кеткен мен. Ол кезде де бұл процеске де өмірлік жолдасым себеп болды. Себебі маған талаплары уақытында ауқат асылу керек, уақытында үйде болуың керек, сағат 5-тен кейін үйде болуың керек, 6-тан кейін үйге кіргізбеймін. Сондай. Соныменен өмірлік жолдасым айтқан қылып, УЗИ тарауына оқуға кіріп кеткенмін. УЗИ тарауын кейін оқып алған екенсіз ғой? Кейін оқып алдым. 2 жыл Ташкент қаласында оқыдым. Бұл да маған көп сабақларды берді. Себебі хамеше жаңағы туу үйінде жұмыс істеп жүріп, балаларымды да тастап кете беретін едім. Жаңағы ординатурада да гинекология бойынша да 2 жыл жәнинуксте оқыдым. 9 жыл білім алдық қой. Енді 7 жыл мединститутта, 5 жыл жұмыс істедім, 2 жыл ординатурада оқыдым. Оны бітіре салып, дәру азандай уақыт жаңағыдай 1 жыл давамында жұмыс істеп, өзіге оқуға кіріп кеттім ғой. Сол моментте маған ашынарлы жағдай балаларым. Қызым да балам да ұлма медицина тарауына қызықпайды. Олардың пікірінше шпакер болған хаял үйде отырмайды.
үйде қонбайды. Сізге қарап айтады ғой енді, ойлайды. Ауа, себебі менің өзімнің жүрегімді ауыртқан нәрсе, өзімнің қызым, бірінші қызым өзімнің анама айтқан, мен үйде қонатын мама боламан деп айтқан да. Қаттыға мен жүрегім ауырып кеткен сол кезде. Растанам, күнді күн демей, түнді түн демей жұмыс істеп кетеміз. Бір жағынан түнгі нәубетшілерде тұрамыз, аяққа тұрайын дейсең, көбірек жұмыс істесем опыт арттыраман, тәжірибе арттыраман деп ойлаймыз ғой. Сол кезде қаттыға менің жүрегім ауырған. Мен оны сұлулап, былай үйретіп, мен әлбетте балаларымның шпакер болғанын қалаймын, бірақ ұлыма екеуі де қаламайды. Ұлыма баламам айтады, үйде қонатын келіншек аламан дейді. Қаттыға маған ауыр батады. Сол олардың көз алдында шпакер кәсібіне болған сенім қалмаған уже. Себебі олар тек қана пациентлерді ойлай береді. Өзінің балаларына қарауға уақыт жоқ. Шпакер адам өзін ойламайды, тек пациентлерді ойлайды деген ойда жүреді. Олар соң үшін екеуі де ұлма шпакер кәсібіне қызықпайды. Неге сонда перзент тәрбиесіменен, жұмыспенен, өмірлік жолда шаңырақпенен бірге болған балансты тең ұстамағаныңыздан келіп шығып тұр ма бұл нәрсе? Мәселен да, ауа, сондай десең болады. Себебі айтып отырмын ғой, туу үйінде жұмыс істеген уақытыңда сен сағатыңды мысалға айтып отырмын ғой, уақытында шығып кете алмайсың, кешігіп келесің, түнде де кетіп қаласың. Тез жәрдем бөлімінде де жұмыс істедім. Кейін түнгі нәубетшілік УЗИ-де де істедім, түнгі нәубетшілік роддомда да істедім, туу үйінде де істедім да. Қазір енді кейінгі бір 2 жылдықта сол Инстаграм клиникаға келместен алдын сол мен жұмысларымды жинастырып, түнгі нәубетшіліктерімді қойып, күндіз жұмыс істеу периодына өттім. Содан кейін өзім демалып, режимді хамледарлыққа таярланып, ұйқымды түзулеп, уақытында витаминдерімді ішіп, сөйтіп 3-ші баламды дүниеға келтірдім. Сол уже балаларыңа ұстаз дейді ғой. Сол перзентлерімнің сораныстарынан, сол айтып отырған пікірлерінен, сөйлеулерінен өзімнің қатесілеп жүргенімді білдім бір жағынан. Енді мен ашынбаймын, себебі бәрібір сол уақытлар, сол білімлер, сол тәжірибеден өтуім керек болған. Себебі ол моментлер, білім алулар, сол туу үйінде болған жағдайлары маған сабақ, білім. Бір өмірге мен сабақ алдым, білім алдым бір жағынан. Үйрендім, рауажландым. Карьера таныс арттырасаң, сен тудырған хамледарларың саған рахмет айтып кетеді, бөпесін ертіп баратырып қуанып, міне сен тудырған балаң деп айтады. Қатты сол кезде шаршағаларыңды ұмытып кетесің. Кешерде Шоманайдан бір пациентіміз келді клиникаға, сізге емлендім, мына қызымыздың атын Перизат қойдық, сізге ұқсасын деп деді. Мен қатты қуанып кеттім. қандай жақсы. Және де блогыма да жазады, Инстаграмда атын көрсетпеймін. Сіз маған баланы алдырма деп айттыңыз, міне алдырмаған балам жақсы болып рауажанып жатырды, міне өскен деп суретлерін қояды. Мен сол кезде қатты қуанаман. Олма шпакер екеніне қатты қуанаман. Ешқашан өкінбеймін шпакер кәсібін таңлағаныма. Еле де білімді рауажландырып, келешегіміз болған нәрестелеріміздің дені сау болып дүниеға келуіне үлесімді қоса беремін. Әлбетте. Жаңа сұрау бердім ғой, теңдей балансты ұсламағансыз ба сонда деп не? Қазір ықыласпенкілеріміздің сын пікір білдіріп отыратығында инсанлар табылады да арамызда. Әлбетте. Сіздің сол бір үйді тастап балаларыңызға көп ітібар берместен дүзде жүріп, өзіңіздің үстіңізде істегеніңіздің көп нәтижесі әлбетте саламат перзент һәм саламат аналардың туылуына себеп болады да. Әлбетте бір жағынан жақсы, бірақ бір жағынан перзенттеріңіздің сондай бір ойменен қалыптескені, рауажланып жатырғаны аз ғана ашынарлы. Бірақ кейін туырлап алдым деп жатсыз, біз болған қуанышылымыз. Ажапа көп саяхатларға шығасыз. Көп саяхатқа шығасыз. Не үшін? Өзіңіздің карьераңызды рауажландыруға ма, яки былай демалуға ма? Мен өзім ең бірінші саяхатыңыз қайсы мемлекеттен басланды? Ең бірінші саяхатым Дубай қаласынан басланған. Өмірлік жолдасым, 2 қайнапам, қайным шаңырақ ағзаларымен кеткенбіз қыдырып. Қаттыға жақсы көзқарасларменен қайтқанман, көп таныслар арттырғанбыз. Жүдайам жақсы болды. Саяхаттың
не екенін түсініп келдім. Бір жағынан бәрібір телефоның өшеді, связь болмайды, бір жағынан демалып келесең, рауажданасаң, олар бәрібір шетел біздерден гөрі рауажданып кеткен бір жағынан. Көріп, сол жердегі проектілерді көріп, мысалға медицинасын, магазиндерін, қызмет көрсету пунктілерін көріп, сол затларды біздерде істесең екен деп миың ашылады, ой келеді. Сол затты істеп жатырған, сол жүргізіп жатырған біздерде адамдар ғой деп не. Кейін Астана қаласына барғанмын, дұрыс ауқатлану бойынша Дэвид Хипердің тренингі болды. Оқу үшін барғанмын ол кезде. Астана қаласына оқуға бардым. Кейін Алматы қаласына бардым. Алматыға да оқуға бардым, тренингға бардым. Кейін Европаға барып келдім. Европада 1 ай болып келдім. Ол кезде бірінші Европаға шығуым қатты албырадым. Барған күннен 3 күннен кейін телефонды жойып алдым. Барселона қаласына барған кезімізде. Оқу үшін бардыңыз ба ол кезде? Иә, ол кезде қыдырып саяхат қылып кеттім. Қатты Швейцарияны көргім келді. Бір уақыттың өзінде 5 мемлекетке бардық. Сол 1 айдың ішінде Италия, Испания, Франция, Швейцария неге бардық? Түркияға бардық. Әрқайсында 3 күннен 5 күннен болдық. Жүдә ажайып болды, есте қаларлықтай. Швейцария медицинасы қатты рауажданып кеткен. Адамлар қатты жас. Енді Швейцарияда Альп тауларына шығып жатқан кезде ентігу, мен өзім жас болсам ентігу процесі болды да, танып шаршап, таудың ең жоғарысына шыққан кезде ентігіп шаршап қалып, төңірегімізге қарап, бір-бірімізге жәрдем беріп қарасам, арқайын 70 жастағы ер адам рюкзак арқалап, арқайын демі қысылмастан қасымызда біздерменен тең келатырыпты. Мен қасымдағы адам английский сөйлеп білетін еді, сұрау берді, жасыңыз нешеде, не үшін бұл жерде жүрсіз деп. Жасы 70-те екенін айтты, түрлері жап-жас, біздер жастағы 50 жастағы ер адамлардайда 20 жасқа парқ береді уже, қарасаңыз. Мен соны түсіндім, һәм көшелерінде көрсеңіз һәм мен спортпенен шұғылданады. Жүгіріп жүрді, ол күндізбе, азан ба, түстен кейін бе парқы жоқ. Өзлерінің сағатыменен уақытын белгілеп, өзінің бос уақытына қарап, тұрақлы түрде спортпенен шұғылданады екен. Магазиндеріне кірсек, спорт киімлері. Ол жерде біздерге ұқсап той киімлері, бір қымбат бағалы киімдер жоқ. Һәммесі спорт киімдері, аяқ киім, кроссовка, жақсы кроссовка, һәммесі көріп жатқан адамлар бірінші кезекте денсаулық жолға қойылғанда, һәм уақытында демалады. Демалыс күндерінде біреу-біреуінің үйіне қыдырмайды, машиналар тоқтайды екен. Қаттыға Швейцария қаласында тәртіппенен жүреді екен. Һәмме зат. Мен хайран қалдым. Медицина қатты рауажданған. Оларда бірінші орында шпакер кәсібі бірінші орында тұрады екен. Айлықлары да жоғары, стоматологлар, гинекологлар, невропатолог, һәмме шпакерге болған талап күшлі екен. Сол жерден сұрастым, бұл жерде шпакер болу үшін не қылу керексің? 3 тілді білуіңіз керек екен. Ол жерде қиын екен бірақ. Енді оны адамлар істейді ғой. Мысалы, сол кезде английскийді білу керек екенін түсіндім. Оқып, еледе ізлене беру кеш емес екенін. Английский, немецкий тілін білуіңіз керек. Ояққа барған кезде француз тілі. Себебі жақын қоңсылас елдерден адамдар жасаған үшін сол жерде сол тілді білуің шартлы түрде 3 тілді білуің керек екен, шпакер болып жұмысқа кіру үшін. Хамде Франция қаласында істеп жатырған бір неонатолог врачпен таныстым, шпакерменен. Шетелге кетіп баратқан кезде банкте пұл валюта алмастыру процесінде жаңағы зорға қарақпақша сөйлеп жатыр, енді масласып кеткен. Сөйтіп, сонда Францияға кетіп баратпан деп телефоннан сөйлесіп жатырғанымды естіп қалған. О, келіншек, мен Францияда жасайман ғой деп жаңағы әйел танысып кеттік сол кезде. Бірақ өкінішке орай франциялық па, яки біздерде? Иә, біздің Шоманайдан. Францияда шпакер болып істеп жатырыпты. Өкінішке орай мен оның номерлерін алдым. Францияға барған кезде звонок еттім оған, телефон тауып. Мен Францияға келдім, сіздің жұмыс орлаңызды көрсем бола ма, барсам бола ма деп. Как неонатолог шпакер екен. Мен сол қаладан басқа қалаға түнгі нәубетшілікке кетіп бара жатырмын деді. Ұшыраса алмай қалдық, себебі уақытпенен жүреді ғой енді олар бәрі. Оны больницасына барайын десем тіл білмеймін, өзімнен өзім кірісіп кете алмаймын тіл білмегеннен кейін. Соның үшін апамызбен ұшыраса алмай қалдым.
бірақ ендігі рет келген кезіңде маған бір апта бұрын заранее айтып қой, мен жұмысларымды режелестіріп сенімен ұшырасуға әрекет қыламан деді. Ол жерде мен өзім айыбым бар да, себебі Францияға барсам біздің жаңа қарекеңшілік ұшырассақ телефон қылсақ тауып ала береміз деген ойда барғанмын да мен. Себебі болмаса Францияға қайсы күні баратыларым белгілі ғой, соған мысалға 10 күн бұрын я бір апта бұрын мен бараман деп айтпағанмын да ол Шпакер апамызға. Сол күні Францияға барған кезімде айтқанмын. Өзі 2 күнге бардым ол кезде. Өзімнің уақытым шектелген, оның да уақыты шектелген, кейін ұшыраса алмай қалдық. Ертеңіне уже бізде қайтып кететін уақытта ол маған телефон қылды, мен оған бара алмай қалдым да. Бірақ сонда да мен қатты қуаныштымын, өзіміздің Қарақалпақстағы Шпакерімізбен танысқаныммен қатты қуандым бір жағынан. Қуаныштылы. Әлбетте, өмірде инсан екі нәрсе таңдауда адаспау керек деп айтады ғой. Біреуі кәсіп, біреуі өмірлік жолдас. Ең бірінші тұрмысқа қашан кіріп келдіңіз? Күнме айтып отырмыз жұмыс туралы, карьера туралы, өзіңізге кіргізген инвестиция туралы. Ал тұрмысқа қашан кіріп келдіңіз? Өзіңіз ойлаған сәнеде, уақытта, өзіңіз ойлаған инсанға ма? Әлбетте, мен өзім енді қатты оқымыслы адамға тұрмысқа шыққым келді. Өзім мақсатым сол болған. Оқымаған бала сөйлесе ашуым келетін еді. Енді мысалы қатты жінім келетін еді. Өзімнен жасы үлкен балалар звонок етсе де жінім келетін еді ұлыма. Өмірлік жолдасым өзімнен 5 жас үлкен. Бірақ оның менен үлкен екенлігі білінбейді. Енді өзіне қараған, өзімнің идеалымдағы жігіт, оқымыслы, экономфакты бітірген. Бағана айттым ғой, біздердің өмірлік жолдасымен танысуымызда қайнапам себепші болған, біздер таныстырған. 23 жасымда тұрмысқа шыққанмын. Мединститутта оқып жүріп 5-ші курста тұрмысқа шықтым. 6 қайнапам, 4 қайнағам бар, 4 абысыным, көпшілік, өмірлік жолдасым 11-ші перзент. Үйдің ең кішкентай келіні мен. Ата-енеңізбен бірге тұрасыз ғой, онда? Үлкен үйде тұрамыз. Атам отнялық болып кеткен, тие берсін. Енеме 11 жыл қызмет көрсеттім. Бірге жасадық. Тие берсін, ковидтің уақытында қайтыс болды енем. 23 жасымда тұрмысқа шыққан уақытында қызық болған. Мен үйдің үлкен перзентімен, өзі бір қызбан, менен кішкентай 2 інім бар. Тұрмысқа шыққан күнім анам айтқанда, өзімнің әкем алып қайт болмайды, ол еле кішкентай. Алып қашып кетті ғой, сізді. Біздер тұрмыс құрған кезімізде айттырып алу ондай бір дәбдебе емес еді да. Жігіт қыз қаледі ме, бірақ мен сөйлесіп өмірлік жолдасымды үйге айтқанмын, сондай баламен сөйлесіп жүрпен деп айттым. Енемім үйге сұрап келді, бірақ ол кезде де қиыншылықтар болды. Үйдің іші еле бермейміз, қызымыз таяр емес, кішкентай, қолынан еш нәрсе келмейді деп қашыртқан. Еле тұрмысқа шығуға таяр емес деп. Кейін 23 жасымда тұрмысқа шыққан уақытында анама әкем айтқан жаңа не деп, алып қайт, ол болмайды, еле кішкентай, ол оқуын оқи ма, қалай болады ол деп не. Сөйтіп маған үйге келгеннен кейін мамам айтты да, өзі жаңағы папаң қайт деп жатырыпты, алып қайтпасам болмайды деп. Сағат 3-тің уақыты түн. Түнде алып қашып келген, бір шақырыққа бардық, содан қайтарсын мені үйге алып келді. Енді уже таң атып кетті. 3-тен кейін 4 болды, 4-тен кейін 5, өйтіп жүремен дегенше. Енді жаңағы түнде қайтып кетсең болмайды, қонған есапланасаң деп біздерде қызлар жаңағы қорқыныш болады ғой бір жағынан бәрібір. Мен қайтпаймын, осы жігітті қаледім, өзім қалеп тұрмысқа шықтым, өзім қаледім деп айттым да. Өзің біл, не қылсаң, мен сені зорлап берген жоқпан деп. Мамам ашуланды, папаңа не деймін деп не. Енді айтасыз да, өзіңіз бір ләжін табарсыз дедім. Сол кезде бір жағынан маған сол айтқан гаплері, сол кезде өзіңнің қалеуің оқуда қиналып қаласаң ғой, студент болып жүріп тұрмысқа шығып деп, енді бар ақылын айтады ғой анам. Тұрмысқа шығып оқу барысында қиналдым, бірақ хам оқу, хам үй, таза келін, қызмет көрсету керек, одан үйден қатынау, Шымбай қаласынан Нүкіске оқуға келіп, оқуымда да сабақ оқуларды қалдырып қойсаңыз, білесіз, мединститутта болмайды. 3М-дан жаңа оқудан қалғаннан кейін уже үстіңнен жаңағы не рапорт түседі, жазылып кетеді, болмайды. Бірақ үлгеруге әрекет қылдым. Мені тұрмыста, оқуда да һәм затта қолаған енем. Енем қолады, себебі өмірлік жолдасыма көп қыз көрсетілген. Олардың мақсаты медик, Шпакер қыз
ал деп айтқанда, енді себебі ана енем көп науқас жасы бар еді, науқасланған, соң үшін маған қарайды, ләжі болғанша шпакер қыз ал деп айтылғанда үйде. Соған бола өмірлік жолдасым шпакер қыздарды ізлей берген. Бір жағынан себеп болды. Құдай қосты. Енеме алғысым шексіз. Тірі уақытында да өзіне айта алғанмын, рахмет, мені қолдап қуатлағаның үшін, сізді жақсы көремін, мені осы дәрежеге әкелгеніңізге мың алғыс деп өз міннеташылығымды білдіргенмен. Міннеташылығым шексіз. Өмірде, тұрмыста білмегенімді үйретіп, һәм затқа қоллаған сол өмірлік жолдасым анасы енем қоллады мені. Әр тәріплеме. Қандай жақсы. Сонда енелеріміз көбейсін. Рахмет. Өмірлік жолдасыңыз қайсырауда жұмыс алып барады? Өмірлік жолдасым экономика, яғни экономфак университетін бітірген, банкте аз мүддет уақыт істеген. Менің өмірлік жолдасыма еркіндік керек болған. Себебі білесіз, мемлекеттің жұмысында істесеңіз уақытында баруың керек, уақытында қайтуың керек, бір жерге баратсаң рұқсат сұрап жүруің керек. Ол затларға ол көнбеген. Кейін қазіргі күнде іскерлермен болып жұмыс істеп жатырды. Сол менің жеке рауажануыма да, сол клиникаға өтіп кетуіме де сол өмірлік жолдасым себеп болып, өзі қолдап қуатлаған. Қандай жақсы. Тұрмысқа кіріп келдіңіз, әлбетте таза келінсіз, асхана жұмысларына қандай болдыңыз? Еплі келін болдыңыз ба? Енді еплі келін болдым деп айтсам мақтанғандай боламын. Бірақ келілік дәуірімде бүлдірген нәрсемді... Ең бірінші бүлдіріп алған ауқатыңыз қандай ауқат? Есе алмаймын расы. Себебі енді мен... Көп бүлдірген болып тұрсыз ғой сонда. 5-ші курста тұрмысқа шықтым ғой енді. 5-ші курсқа шекем, үйде де 7-ші классымнан басылап ауқат асатын едім мен, үлкен қыз болған үшін. Үйдің жауапкершілігін мойныма алып дегенде һәмезатларды істеп. Өзі бірінші перзентсіз, тұңғыш перзент. Ауқатлардың һәмесі. Тек бір айыбым нан жауып білмейтін едім. Бүлдірген затын тандыр өртеу. Содан қиналдым бірақ. Себебі тандырды көп өрте жібергенмен, содан қиналдым. Ауқаттан бүлдіргенде есе алмаймын. Әлбетте. Өмірлік жолдасыңызбен сөзге келіп қалған кезлеріңіз болды ма? Сол ситуациядан қалай шықтыңыз? Сөзге келіп мәуірлер болады ғой, үйшілік. Әлбетте. Ол хәмеше мені қолаған, оқиман десем оқытқан, шетелге бараман десе де жіберген мені. Осы айланып келгенде, осы клиника бойынша бізде тартыс кеп шықты дедім ғой, мені жаңағы жұмыс орнынан неге Шаңарақ поликлиникасынан клиникаға өт деп шарт қойды ғой, мен айтқан болады деп. Яқ, мен жұмыстан кетпеймін десем, онда бар Шаңарағында істеп жүре бер, үйге келме деді да маған. Мен айтқаным болады деді. Сол кезде өкпелеп клиникада қолым жүргенмен 3 күн өкпелеп үйге бармай, үйге жылап барғанмын анама, папама, әкеме. Өзіңіздің үйіңізге? Үйіме, маған мені оқыттыңыз сіздер, маған жұмыс етпей жатыр, енді не қыламын, клиникаға жұмысқа өт деп жатырыпты, клиникада істеуді қаламаймын деп жылап барғанмын. Сол кезде маған әкем айтқан, ерің пірің, күйеуің не айтса сол болады. Біздер сенің тұрмысыңа араласа алмаймыз, үйіңнің проблемаларын бізге айтып келме, күйеуің не айтса соны қыласаң деді. Әкем айтты да. Анам да айтты сол гәпті. Кейін ең үлкен жасы үлкен қайнағам бар, балалардан үлкені да енді. Сол қайнағама барып айттым, сондай жағдай болып жатырыпты. Мені мәжбүрлеп жұмыстан шығарып жатырыпты, енді не істеймін деп. Сол кезде де ол қайнағада маған ерің пірің, өмір күйеуіңнің айтқан қыласаң деп айтты олам. Енді растанам өмір ерлі зайыптың арасына түскенменен бәрібір ол шешілмейтін жағдай ғой, өзара шешілетін мәселе бір жағынан. Сөйтіп кейін одан сайын мен папама, жаңа қайнағама айтқаным күйеуімнің ашуын келтірген. Одан сайын напринцип тұрып алған маған. Маған айтты, өзіме ашуланып, енді деді, һәме туысқаларыңа айттырып болдың, енді молла келсең жұмыс істетпеймін, болды үйде отырасың деген маған. Кейін мен уже өмірлік жолдасымның айтқан қылу керек екенін түсіндім. Айланып келгенде уақыттан ұтылдым, 3 күн өзім клиникада балаларымды сағынып қонып жүрдім. Енді бір жағынан өр көкірек, мен жұмыс істеп жатырмын ғой, неге өзімнің жұмыс орнымда істетпейді деген жаңағы қапагершілік болды. Сөйтіп кейін астен
үйге деп өзім басымды иіп үйге қайтып келдім. Өзімнің үйіме, күйеуімнің үйіне бардым. Сол кезде кешірім сұрадым. Сенің айтқаның дұрыс екен. Енді сенің айтқанын қыламан. Сен айтқандай болады һәммесі дедім. Енді қазір бір өмір бас иемен өмірлік жолдасыма сол кезде мені сол рауажаным үшін үлес қосып, мені еледе мысалға блог жүргізу үшін білім керек, рауажануым керек, өз үстіңде ізденуім керек. Сол процесслерді этаппа этап өтуіме өмірлік жолдасым себепші болған. Рахмет айтамын. Әрбір істе бір қайыр бар дейді ғой. Хаял инсанның бойында болу керек болған қасиетлер. Хаял инсанның бойында болу қасиетлер мүнәсебет, жылылық, күлімшірай беріп сөйлеу, өмірлік жолдасыңның хәмеше өмірлік жолдасыңмен өзара бір-біруді қолап қуатлау, взаимное понимание, өзара түсінушілік деп ойлаймын. Қолы шиірін, тілі шиірін болу керек, білімлі болу керек. Бәрібір қазір не деген имканиятлар бар. Мен қызларға айтар едім, кулинария, яғни ас пісіру бойынша, тағамлар бойынша үйренсе, жеке рауажану бойынша курсларға қатынаса, психологиялық рауажану бойынша қатынаса, сол кезде бір өмірде қиналмайтын, әрқандай жағдайда да өзін ұстап, сол жағдайдан шығып кете алатын хаял адам бола алады. Себебі осы процесслердің бәрі өзімде болған. Пісіру курсларына да қатынағанмын, психологиялық курсларға да қатынағанмын, күніме айтып отқан бизнес тренингларға да қатынағанмын, ел саяхат, рауажану бойынша өзім үстінде ізленгенмен. Көбінше айтар едім, бәрібір психология керек. Сондай болып бүгінгі күнде перизат доктор болуыма да, өзара тұрмыслық жағдайда жаңағыдай баланслы ұстап тұруға да психология ілімі керек. Мен айтар едім, көп адамдар психологқа барсаң өзің жақсы көр деп айтады, өзің үстіңде өзіңе жаңағы өзара сөйлесулерде де психологқа барсаң болды, өзің жақсы көр деп айта береді, өзіңнің өзгеруің керексің деп айтады ғой. Ол дұрыс зат бәрібір. Өзің өзгерсең, әлем өзгереді. Біреуді талқыламастан алдын, біреудің қатесін айтпастан бұрын алдын, сен өзің өзгерсең, сенің тіліңнен ондай негатив сөз шықпайды да. Сен өзің өзгерсең, атрафыңа өзгереді. Сенің біліміңе сәйкес орталық, біліміңе сәйкес адамлар атрафында пайда бола бастайды. Жақын инсанларыңыздан пән жеген уақытыңыз болды ма? Достарыңыздан? Ондай жағдайларды ести алмаймын, себебі мен кешірімлі болу керек принципінде жүремін. Себебі ұмыт бір нәрсені ядылап, оны жаңағы не қылып, ядында сақлап, жаңағыдай ішімде сақлап жүре алмаймын. Қонақпан десем болады, себебі кешірімлі жағдайында болып, сол мысалға қапа еткен жағдай болса, осы процесс менің өмірімде болу керек, демек мен одан керекті сабағымды алуым керек. Дальше оны деп уайымлап, жылап деп қапа болып отырғанменен ол жағдай өзгермейді. Жығылсаң орныңнан тұрып кетесің ғой, үстіңді қағып, атрафыңа қарайсаң, әстен орнынан тұрып алды қарап жүріп кете берсең. Сол табиғатым сондай да менің. Формаландыру үшін, бұл қасиетті формаландыру үшін маған уақытлар керек болды. Психологқа қатынадым, психологта да айтады ғой, кешірімлі бол, ұмытып кету керек, еслеп сақлау, Аллаға салып қойсаң, өзі болды, ар жағы, Алла өзі тура жолды көрсетеді. Сол хамезатты ядылап, сондай қасиетім болмаған үшін ба, қапа болған мәуірлерді ести алмаймын. Пән жеген уақытларымды ести алмаймын. Қандай жақсы. Табиғатым сондай деп жатырсыз ғой, сондай бір энергияңыз қазірде осы жерде білініп тұрыпты. Әрбір қыз келіншекке үйінде отырған, декретте отырған, жұмыстағы әрбір хаялға айтарымыз сол, не болса да, қандай жағдайлар, қандай қиыншылықтар болса да, орныңыздан тұрып, жаңа айтып отырсыз ғой, үстіңізді қағып, және жолыңызды давам ету керек, әлбетте. Сондай өмір тәжірибелеріңізбенен бөліскеніңіз үшін рахмет. Енді тұрмысқа шығacak қызларға не айтасыз? Енді тұрмыс құрайын деп жатқан қызларымызға айтар едім, өзіңізді рауажандыру бойынша курсларға қатынаң, психологиялық, кулинария, ең бірінші нәубетте денсаулығыңызды тікілеп, һәме анализдерден көріктен өтіп, болашақ өмірлік жолдасыңызбенен керекті витаминдерді жеп,
таярланып, өмірге қадем қоймастан алдын өмір бір мәрте беріледі. Өмірде әрқилы кинолардағыдай әрқилы жағдайлар ұшырасады өмірімізде. Бір күні қапа, бір күні қуанышлы күндер давам етеді. Әрбір жағдайда өзіңізді сол жағдайдан шығып кету үшін таярлауыңыз керек. Хәме процесслер айтып келмейді. Мысалға, хәме өмір бір тегіс болмайды. Бәрібір айдың 15-і қараңғы, 15-і жақты деп айтады ғой. Сондай жағдайларға түсіп қалған кезіңізде сіз білімлі болуыңыз керек. Болашақ ана үшін, әр тәрбиелеме денсаулық тарауы бойынша да, психология тарауы бойынша да, асхана тарауы бойынша да сіз білімлі болуыңыз керек. Сол кезде сіз біліміңіз жетік болған уақытта семья бекем болады, балаңыз да ауырмайды, өзіңіз де ауырмайсыз, өмірлік жолдасыңыз да ауырмайды, шаңырақ бекемлесіп бара береді. Сіз әстен сол білімлеріңізге, бар білімлеріңізге қосымша білім қосып бара бересіз өмір давамында. Әлбетте, рахмет. Сізде яқ деместен біздің көрсетуімізге келгеніңіз үшін, өмір тәжірибелеріңізбен бөліскеніңіз үшін, біз үшін, жас қызлар үшін, қыз келіншектер үшін берген білімдеріңіз үшін рахмет. Біз сізбен қоштаспаймыз. Құда қаласа көріскенше деп қаламыз. Қош аман бол.